Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін табиғи қартаюға қарсы крем маска жасаймыз. Ол үшін бізге бір кішкене ақжелкен шоғыры керек. Ақжелкенге біраз қасық ас содасын салып, су құйып, жақсылап жуып шайып аламыз. Ақжелкен терідегі коллаген өндірісін ынталандырады. Және де қара дақтар мен секпілдерді, сонымен қатар пигментацияны да кетіреді. Жуылған ақжелкенді майда бөліктерге бөліп кесеміз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Кесілген ақжелкенді ыдысқа саламыз. Бізге кез келген 2 ас қасық сұлы жармасы керек. Ақжелкеннің үстіне 2 ас қасық сұлы жармасын қосамыз. Үстіне 250 мг су құйып, араластырып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Сұлы жармасы теріні жұмсақ және тегіс етеді. Ал ақжелкен әжімдерді кетіреді және теріні ылғалдандырады. Дайын болған қоспаны оттан алып, суытамыз. Ыдысқа құйып, блендермен езіп пюре жасаймыз. Маска негізі тегіс болып шығу үшін електен өткізіп аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Келесі қосылатын ингредиент зығыр дәндері. Ыдысқа біраз қасық зығыр дәнін салып, үстіне 150 мг су құйып, араластырамыз. Баяу отқа қойып, 7-8 минут қайнатамыз. Бұл рецепт табиғи ботокс сияқты. Әжімдерді кетіреді және теріні қатайтады. Дайын болған зығырды суытамыз. Гельді алу үшін дәке арқылы сүзіп аламыз. Салбыраған бетті тарту үшін осы зығыр гелінің өзін қолдануға да болады. Зығыр тұқымының геліне ақжелкен кремін қосып араластырамыз. Он 12 тамшы жожоба майын қосамыз. Жожоба майы ылғалды жақсы сақтайды және құрғақ теріні жұмсартады. Және 10-12 тамшы жүзім майынан қосамыз. Жүзім майы теріні жасартады, сонымен қатар оның тонусы мен серпімділігін арттырады, әжімдерді тегістейді. Жақсылап барлық ингредиенттерді араластырамыз. Дайын болған крем масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз.
Бұл крем масканы аптасына 3-4 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 40 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Бұл крем маска майда сызықтар мен әжімдерді азайтады, теріні қатайтып, жарқыратады. Маскаларды қолданар алдында білегіңізге жағып сынап көріңіз. Крем масканы көз айналасындағы әжімдерге де жағуға болады. Енді қалған ақ желкен креміне жарты шай қасық лимон шырынын қосып араластырамыз. Лимон шырыны безеуден, қабынудан арылтады, май секрециясын азайтады және тері жасушаларын жаңартады. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы аптасына 3-4 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Осы маскалар көз, маңдай, мойын айналасындағы әжімдерді кетіреді және қара дақтар мен секпілдерді, сонымен қатар пигментацияны да кетіреді. Көргеніңізге рахмет, деніңіз сау болсын, келесі кездескенше.